Үй иесі. Мистикалық әңгіме. Мұртты кемпірмен ұзақ саудаласқан жоқпыз. Үйін көріп бірден келістік. Үй адамды өзіне тартып тұратындай тым сәнді де емес. Бірақ бөлмелерде жиһаздар, керекті заттардың бәрі болған соң іштей қуандық. Үй иесі де бізге үйді мақтап өткізуге асығып, барын салып сөйлеспеді де. Көрсетті. Міне мынау бар, анау бар, деді де қойды. Көп жылдар бойы тұрған үйін сатып жатқанына қиналмайтындай. Жүзінен қимастық байқалмады. Кемпірдің көзіне көзім түсіп кетіп еді, жүрегім су етіп, үстіме мұздай су құйып жібергендей болды. Көзі ойнақшып, былай да олай ауады. Төбеге бір қарайды, адамға тік қарайды. Сосын көзі лезде бұрыш-бұрышты кезіп кетеді. Бірдеңе жасырғысы келгендей. Әуелде оның не жасырғанын ойлап та жатпадым. Бастысы сауданы аяқтап, төлемін беріп, үй-жайды сатып алмақ болдық. Кемпір бір сөзінде Ресейге ме, Молодияға ма көшпек екенін айтты. Үй ішіне қарап-ақ кезінде ауқатты тұрғанын білуге болады. Үйде бәрі бар, далаға шығып қажеті жоқ. Ақшасын санап беріп, үй алған Қараны құттықтап қайттық. Бір аптадан кейін Қара осы үйге көшіп келмек. Көксеңгір ауылына көшіп келгелі, Қараның мінезі өзгеріп кетті. Іңір болса үйіне тоқтамайды. Шағын ауылды аралап, қыдырады да жүреді. Үйдің арасы сонша жақын да емес. Соған қарамай, іңір қоюлана жетіп келеді. Бізді жатқызып тастап бірақ қайтады. Бірде шешей, осы сен неге үйіңде отырмайсың? Бала шаға келіншегіңнің қасында болсаңшы, деді. Іңір түссе үйге тұрғым келмейді. Алағызып тұрамын. Түн болса тақымым ашылады. Жүре бергім келеді. Ұйықтасам жаман түс көремін. Жаңа үйге келгелі неше түрлі елес қаумалап, маған маза бермей жүр, деген еді Қара. Біз ол кезде оның сөзіне мән бермедік. Әзіл деп ойладық. Шешей, ертең үйлеріңді аластайын, деген. Жаспыз ғой, біз күлгенбіз. Қыстың бір боранды суық күні көрші ауылға барып қайтқан Қара адасып кетіп қайтыс болды. Арқаның ақ боранында бұндай жағдай көп кездеседі. Бұл оқиға бәрімізге ауыр тиді. Есеңгіреп қалдық. Шеттей балалары жары қалды. Маған ауыр тигені сондай. Бірнеше жыл өз-өзіме келе алмай жүрдім. Қара менің бір шаңырақта егіз қозыдай бірге өскен жан бауырым. Екеуміз өте тату едік. Үлкендер, екеуің бала болып, екеуі бір төбелесіп, тіпті ренжісіп көрген жоқсыңдар, деп отыратын. Қара ақ көңіл, ақ жарқын, ұзын бойлы, қара торы жігіт еді. Ол шапшаң қимылдап, тез жүретін, істің ағын, сөздің жөнін білетін. Өнерге жақын азамат болды. Көпшіл, туысшыл, турашыл болды. Сондай азаматтан айырылу кімге оңай дейсін? Барлық шағымымның естеліктерін тек сонымен бөлісетін едім. Өйткені біз бір-бірімізді балалық шағымыздың куәсі едік. Менің кейбір бұзақылығымды ол білетін. Оның қызықты іс-әрекеттерін мен айтып отыратынмын. Қарамен бірге менің өмірімнің балалығы өлгендей сезілді. Қарамен бірге көмілгендей едім. Бүгінде бала кезімді ойға алсам, бірден есіме Қара түсіп, жанымды
қайғы шоқтай қариды. Оны ойладым, көп ойладым. Не деген мағынасыз өлім еді. Жолға шығып кетеді де жоғалады. Мәңгілік жоғалады. Егіздей болған соң, онымен бірге менің де жарты қуанышым, жарты шаттығым кеткендей болды. Қараны жер қойнына тапсырғаннан кейін, оның жары мен балаларын жалғызсыратпайық деген ниетпен үйіне біз бардық. Жарым кішкентай қызыммен басында келімді кетімді адамдар көп болғандықтан ештеңе байқамадық. Мұртты кемпірден сатып алған үйдің тылсым құпиясы кейін ашыла бастады. Сатып алар сәтте кемпірдің не жасырғанын қалайша білмедік. Таңертең жұмысқа кетеміз, кешке келеміз. Үйде баламен жолдасым қалатын. Бұрын таныстарымыз айтатын тылсым құбылыстарды жарымнан ести бастадым. Яғни, адам сенгісіз жағдайлар. Ол бірде бұл үйде біреудің жүргенін, біз кете салысымен есікті ашып жауып, кіріп шығып жүретінін айтты. Онша мән бермеген едік. Ол, осы сендер жұмысқа кеткен соң бірдеңелеріңді ұмытып кетесіңдер ме, неге күнде қайта кіресіңдер? Деп сұрады. Біз ешқашан қайтадан үйге кірмейтінімізді айттық. Онда есікті ашып жауып кім жүріп жүреді? Деді. Таңырқап. Аңтарылып қалдық. Оның да жүзінен таң қалған кейіпті байқадым. Үйге кіріп шығып жүретін біз деп ойлап отырғандай. Бірде ас үйде шай ішіп отырған едік. Ауызғы шағын бөлмеде шкаф тұратын. Үстінде ыдыс аяқтар орналасқан. Дыңғыр-дыңғыр еткен дыбыс естілді. Тұра жүгірдік. Келсек, ыдыстар жерде томалап жатыр. Жан баласы жоқ. Бір-бірімізге қарап, таң қалып, үрейленіп қалдық. Мынау қалай көрсетті? Шкаф ішіндегі сөрелер орнықсыз беді. Үйдегілер қатты қорықпасын деп сөйлеп жүрмін. Енді бәрімізде күдік, үрей пайда болды. Біз үрейленіп қорыққан сайын, үй иесі ашық айқасқа шыға бастады. Бала күнімізде үлкендер түнделетіп келе жатып, алыстан бір жарықты көрдік. Немесе айдалада бір отар қой иесіз жайылып жүр екен деген сияқты әңгімелерді айтып отыратын. Біз болсақ, осындай тылсыммен үй ішінде бетпе-бет келдік. Бірде Кәраның келіншегі бесіктегі ұлының беті өзінен өзі ашылып қалғанын айтты. 2-3 рет бейсенбіден жұмаға қараған түні осындай оқиғалар болды. Әкесінің аруағы баласын көруге келіп жүрген болар деп жұбату айттық. Молданы шақырып Құран оқыттық. Үйді аластаттық. Молда үй иесі болуы мүмкін. Аруақ әлсіз, ол баланың бетін ашпайды деген сарында біраз уағыз айтты. Біраз күн адамдар тұрған соң, үй иесі де бұл үйден кететін шығар деп ойладым. Адамның аты адам ғой. Құдай адамды барлық жамандыққа төзімді, шыдамды, төтеп беретін қайсар қылып жаратты. Ендеше адамның кіріп шыққанынан, үйді аластағанынан, үй иесі көп ұзамай безіп кетер деп топшыладым. Бірақ ол айқасты тоқтатқан жоқ. Қарсы алдымызға тік келмегенімен жан-жағымыздан торуылдап есімізді шығарды. Ол бізді әбден жатырқап,
жақтырмайтынын, жақсы көрмейтінін ашық айтты. Кет, кет деген сөзді қайталай беретіндей. Түні бойы ұйқы жоқ. Маза қашты. Кішкентайларды да ойладық. Соларға зияны тимесе болды. Молда Құран оқып кеткен күні үй іші тыныш болды. Бөлмелерден әр түрлі дыбыстар естілмеді. Өзімізде бойымызды үрейден аулақ салып, ештеңе ойламауға тырыстық. Ертеңінде жұмыстан келген соң, үйде қорқынышты шу болмағанын біліп, көңілім жайланды. Маңдайдан тер аға шай ішіп, әңгімелесіп, бір сәт өткен күндерді ұмытқандай болдық. Кенет келесі бөлмеге өте бергенде, денемді ауыр зіл тартып жатқым келді. Уақытқа қарасам, әлі ертелеу, кеш енді түсіп келеді. Өзімді қолға алып, беті қолымды жуып келіп, теледидар қараған болдым. Біреу жарысып сөйлегендей, құлағымның түбінен шуыл кетер емес. Теледидардың даусын басып, арғы бөлмеге құлақ тұрдым. Тынышталып қалды. Қайта даусын көтере бастасам, теледидармен қосыла біреу шулайды. Былдырлап сөйлейді. Дауыс біртіндеп жақындап, анық естіле бастады. Түсініксіз тілде әлдене айтып жатыр. Басым қатты ауырып, мең-зең күйге түстім. Құлағымды баса арғы бөлмеге шығып кеттім. Шаршағаннан болар, жатып демалайын деп жатар орныма келдім. Ұйықтап кетіппін. Түн ортасында шошып ояндым. Тек көзімді ғана аштым. Қалған денем қозғалмайды. Қолымды да көтере алмадым. Қозғалып, аунайда алмадым. Қарсы алдыма біреу отыра қалып, қинап жатқандай. Тілім күрмеліп, көзім шарасынан шығардай бақырайдым. Айғайға салайын деп бар күшімді жисам да, дем жетпей алқынып, тілім күрмеле, даусым мүлде шықпайды. Қанша жанымды салып тырыссам да, көзге көрінбейтін әлдебір күш алқымымнан алып жатыр. Әбден тынысым тарылғанда қайта ояндым. Түсім екен деймін, бірақ анық өңімдегідей болған. Бір аунап түстім де, талықсып ұйқыға кете бергенде, қайтадан осы жағдай орын алды. Таң ата бергенде, өз-өзіме келгенде білдім. Түні мен өң мен түстің арасында жатыппын. Үй иесінің қайтып келгенін білдім. Соңғы күндері түн ортасында жылу батареясын біреу ұратынды шығарды. Тарс-тұрс. Әуелде ұрғанда бір ретпен, бір қалыппен соға бастаушы еді. Кейін батареяны ұру әйелдің толғағындай жиілей берді. Күнде осы күй. Қалай таң бозарып атады, ұру сап тиылады. Түні бойы тоқтаусыз соғып, бәріміздің берекемізді алды. Бұл тылсым оқиға күн өткен сайын жиілей берді. Іңір түсе далаға топтасып шығып, топтасып кіреміз. Бізді біреу аңдып тұрғандай елестейтін. Арқа тұсымыздан жақындап келетіндей, үнемі бір орнынан шыға келіп, тарпа бас салатындай сезіледі. Күннен күнге бойымызды үрей билеп, жанымызды шүпірекке түйіп жүрдік. Мен отбасым үшін, жақындарым үшін қатты алаңдай бастадым. Бізбен бірге
оқушы құдаша қыз тұратын. Сол бір күні ваннаға жуынып жатқанда арқасынан біреу шапалақпен тартып жіберіпті. Сену қиын. Үрейге берілмеуге тырысамыз, бірақ үй иесі қояр емес. Бірде менің келіншегімді арқасынан ұрып жіберіпті. Белгісіз біреу. Көзге де көрінбейді. Мүмкін үрей әптен бойды билегенде осындай жағдайлар орын алатын болар. Алайда үйдегі болып жатқан тылсым құбылыстарды ойласақ, бәрі рас, бәрі шындық. Ол бізге кет деген сөзді әр сәт сайын айтуды бастады. Енді сендік. Қыс өтіп, көктем келді. Күн ұзап, арқаның кеңей бастаған шағы. Күні ұзақ далада жүруге тырысатын шақ. Кеш қарая ғана үйге кіресің. Бір күні ұйықтар алдында шифонердің үстінде тұрған үлкен сомка өзінен өзі құлады. Өте орнықты тұрған сомканың құлауы мүмкін емес еді. Итеріп жіберген адам жоқ. Үй иесінен көрдік. Оның осыншалық күші бар болатын болса, бір күні бәрімізге шабуыл жасауы мүмкін еді. Дәл сол түні мен қатты ауырдым. Таңға жақын қол-аяғым қарысып, бір уыс боп бүрістім де қалдым. Үйдегілер уқалап, қолым мен аяғымды кезек-кезек жазады. Резинка секілді жиырылып болмайды. Ішіме сырттан біреу кіруге әрекет етіп жатқандай. Күш-жігерім бойымды бар қуат сарқылды. Әптен есімнен танып, талықсып, бір ұйықтап, бір оянып, өң мен түстің арасында жаттым. Менің қалымды көрген жақындарым да шошып қалды. Үй иесі менімен әптен арпалысты. Тек қана тәніммен күресіп жатқан жоқ. Бар санама соғыс бастап жатқандай. Ойымның бәрі астан-кестең болып, өз-өзіне келер емес. Қайда екенім, не ойлап жатқаным, не болып жатқанын ештеңені ұғар емеспін. Бір білерім, ол менің денемді емденіп алғысы келеді екен. Ал енді оған төтеп берер күшті қайдан табар екенмін. Аяғым, қолым жан сезбей, кеуде түсім оттай қызып, әбден есім шықты. Сағат жарымда өзіме әрең келдім. Расымен үй иесі бізбен ашық ойнай бастады. Бұл жағдайдан кейін біз де әрекет етуге көштік. Ауылда адам емдейтін, көріпкелдігі бар, осындай оқиғаларды жақсы білетін Баба Шура деген орыс кемпір бар еді. Білетіндер сол кісіге барыңдар деп жөн сілтеді. Бардық, болған оқиғаны айттық. Баба Шура кара сатып алған үйдің бұрынғы иелерін жақсы біледі екен. Ол үйдің иелері ауқатты тұрып еді. Үйлерінде қасиетті домовойлары болған. Мен оны өздерімен бірге алып кеткен болар деп едім. Тастап кеткен болды ғой. Бұл домовой кәпір. Сол үйде көптен орныққан. Мұртты кемпірдің қорғаушысы іспеттес. Сендер бөтен адамдарсыңдар. Сол себепті сендерді жатырқап, үйден қуып шықпақ. Мен онымен сөйлесіп көрейін деді. Көнсе өзім алып кетемін дегенді де қосты. Апта өтпей Баба Шура апа келді. Үйді аралап, көбірлеп, көрінбейтін жанмен ұзақ сөйлесті. Көзі басқа жаққа ауа қарайды. Ал денесі
болса тік алдында отырған адамға қарай бұрылған. Біз Баба Шураның алдында отырған адамды көре алмадық. Көріпкел де оған тік қарап сөйлеспеді. Көзі ойнақшып, аунақшиды да отырады. Мұртты кемпірдің көзіндей бұрыш-бұрышты кезіп кетеді. Кейін салбылдап сөйлесіп, әңгімесін айтып, шай ішіп, қайтып кетті. Үй иесі енді сендерге тиіспейді. Менімен де жүрмеді, көнбеді деп кетті. Бір аптадай тыныштық орнады. Иә, ол біздің кім екенімізді, оған зиян тигізбейтінімізді түсінді деп ойладық. Үй иесі бізбен келісімге келуді ойламаған. Тек құтылғысы келген. Баба Шура болса оған бәрін түсіндірді. Енді бізбен де үймен де шаруасы жоқ. Мұртты кемпірін іздеп кетті деп мәз болдық. Тылсымға толы дүниені енді көз алдымызға елестеткенде күй кешіп жүрдік. Бұған дейін естіген әңгімелерді рас екен ғой деп ойлай бастадық. Күндер өтіп жатты. Бірнеше күнде біз үй иесін ұмыттық. Болмағандай үйде болған келеңсіз жағдайлардың бәрі түс секілді көз алдымызға көлбеңдеп жоғалып барады. Санамыздың қорқынышты ойлар бойымыздан үрей кетіп, бәз-баяғы қалыпты өмірімізге оралып күн кешіп жаттық. Бір аптадан соң тарсыл мен күрсіл қайта басталып үдеп кетті. Ас үйде тұрған ыдыстар құлады. Батареяны тарсылдатып ұру да үдеді. Заттарымыз жоғала бастады. Перделер қозғалатын болды. Бұрынғыдай емес, осы жолы үй иесінің ашуы тіптен қатты. Бар күшін салып, тарсылдатып, бар ашуын салып заттарды бұрышқа қарай лақтыратын болды. Перделер сықырлаған кезде миымдағы бар тыныштық әр тынның түбін сілкіп жатқандай естен айыратын. Бізге бір рет ескерткенін, енді бұдан ары еш аяушылық болмайтынын айтып тұрғандай. Бөлмелердегі барлық ұсақ-түйек заттар қимылдап кетті. Осы оқиғадан кейін келіншегім өз үйімізге қашып кетті. Сол күні менің аяқ қолым тағы тартылды. Санамда үй иесінің тарсылдатқан дыбыстары жаңғырып, өзі келіп менің кеуде тұсыма шығып алғандай, бойымды билеген үрей ме, әлде ол ма білмеймін. Мен әйтеуір бар күшімді салып күрестім. Тірестім. Оған бірақ берілмедім. Қанша есімнен танып жатсам да, оның мені қылқындыруына, буындыруына жол бермедім. Өліп қала жаздадым. Сол күні таң ата үйден бәріміз қаштық. Тіпті кейбір заттарымызды да алмадық. Кейін ол үйге ешкім отырмады. Кейбіреулер барып бұзып алды. Біз жоламадық. Ол үйдің иесі тау-тасты кезіп, мұртты кемпірді іздеп кетті ме екен, әлде тағы біреулердің мазасын алып жүрме, кім білсін. Ойлағымда келмейді. Дегенмен, ол барлық адамды жақтырмайтын секілді. Оның не үшін адамға жаны қас? Әлде адамдағы мықтылықты өзі емденгісі келе ме? Құдайдың қарғысына ұшыраған сайтан деген мүмкін осы шығар. Ол да жер дүниеде азаппен күн кешіп,
ақыретін күтіп жүрген мақұлық қой. Бәлкім кәраның ішіне осы жын кіріп кеткен болар.